Қарақалпақстан Қызылқұм шүлісталығының арқа батыс, үстірт палатасының қобла шығыс, әмде Әмудария дельтасын елеген. Оның территориясының майданы 165-6000 квадрат километрді құрайды. Бұл өлкеде таулар, көллер, тоғай һәм қамыстарлар бір талай. Қазіргі күнде республикамыз аймағында 200-ден астам археологиялық естеліктер табылған. Олардың әрбірі өз алдына тарих. Солардан топырақ қала, қой қырылған қала, аяз қала һәм қырқыз қорғаларын айтса болады. Әсіресе 4-5 әсірлерге тиесілі болған естеліктер сырт елдік саяхатшылардың да диққатын өзіне тартады. Қарақалпақстан халқының әйемгі дәуірлерден бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихын сәулелендіруші қағидасы бұл өлкетану музейі. Қарақалпақ мемлекеттік өлкетану музейі 1929 жылы Төртіл қаласында ашылып, соң пайтақтың өзгеруіне байланысты Нокске көшіріледі. Өлкетану музейінің қалыптасуы һәм оның аралашылануында еліміздің белгілі азаматларының педагерлік минетлері көп болды. Олардан Қаллы Айымбетов, Махмудов, Исмет Мадияров, Шеріп Бабашев һәм Атағулла Құдайбергеновлердің атларын айрықша атап өтсек болады. Музей экспонатларының көпшілігі археологиялық қазулардан табылған. Өлкеміздің өтміш дәуірінен дерек беретін аспап үскенелер, құрал саймалар һәм тасқа ойылған бітікілер, ассуарийлерден ібарат. Өзбекстан Республикасы музейлер отаны. Өзбекстанның қайсы шетіне бармаң, біз бұл жерде археологиялық, тарихи, мәдени мирасларды көреміз. Бұндай мираслар жүзлеп, мыңлап біздің күнлерімізге шейін сақланып келген. Міне қаресілік жылдарында айрықша президентіміз осы тарихи мәдени мирасларға, тарихи тұлғаларға, соның ішінде музейлерге айрықша әтібар беріп, музейлер бойынша арнаулы қарарлар қабыл етілді. Музейлер реконструкцияланып атырыпты, таза музейлер салынып атырыпты. Міне осындай музейлердің бірі Қарақалпақстан Республикасының өлкетану музейі болып есімленеді. Бұл өзінің тарихына, өтмішіне ие үлкен музейлердің бірі. Бұл Өзбекстан мемлекетіміздегі белгілі музейлердің бірі болып есімленеді. Міне Қызыл Қалам менен Кат әзіргі Берунийдің арасында уақылар істемес деген үлкен көл болып, су тартылғаннан кейін жерден жүзлеп археологиялық материалдар табылған. Солардың бәрі көргізіп етіп қойылып, дәслеп музейге тегар салынған. Міне бүгінгі күні бұл музейдің фондында 100 мыңға шамалас археологиялық, этнографиялық, тарихи, мәдени мираслар сақланып атырыпты. Музей бұл Қарақалпақстандағы ең дәслепкі мәдени, іліми орай болып есімленеді. Музей бұл тикарынан Қарақалпақ халқының тарихының айнасы бұл өлкетану музейі. Себебі музейдің тикары қызметі бұл біздің елімізге келген шетелдік болсын, меймандар, бұлар біздің халқымыздың тарихыменен қысқа уақыттың ішінде музейге келсе, тез арада танысуына мүмкіншілік туады. Себебі оның үрп-әдеті, дәстүрі, киім-кешектері, оның қолданған бұйымдары, ауыл қожалығында болсын, қожалықта болсын, шаңырағында, тағы басқа.
музейге келген көрермендер өлкеміз тарихы, өтміштегі халық тұрмысы, тарихи вақиғалар хақындағы суреттер арқылы сол дәуір хақында мағлұматқа ие болады. Табылады ізлегеннің керегі, көлінде бар қасқалдағы өрдегі, қулары қазының бүтін бүйрегі, дүнияның аңлары көлімде барды. Деп Ажнияз бабамыз айтқандай, өлкеміздің бай табиаты, құслар һәм хайуанаттар дүниясыменен де танысасыз. Өткен әсірдегі халқымыздың тұрмысы, Қарақалпақ отауларының безейтуғын ақ басқұр, қызыл басқұрлар, аял қыздардың өрмек тоқу өнерлерінің үлгілері кімді болса да таңғандырады. Халқымыздың атақлы шайырлары Ажнияз бабамыздың хасасы, Бердақ бабамыздың дутары, Ерназар Алакөздің дойыры, һәм басқа да батырлардың ер-тұрманы, құрал-жарағы, қамарлары бақалы экспонатлардан саналады. Музей фондында бірнеше мың тарихи фотосуреттер бар. Ескі суреттерді Германиядан келген волонтерлар реставрация істеп, жергілікті адамдардан қанигерлер таярлап, әзір олар бұл жұмысты давам етіп жатыр. Музейде экспонатлар қатарында милли киім-кеншектер сақланып келінбекте. Әсіресе халық арасында әпсанаға айланған көк көйлек жүда һәм бақалы экспонат болып есептелінеді. Оны тұрмысқа ұзатылып атырған қызлар киген. 40 жасқа дейінгі болған Қарақалпақ аял қызлары қызыл реңдегі киімдерді киген болса, 40 жастан өткенлер болса, ақ реңдегі көйлектерді киген. Өрмек тоқу өнеріне қызығушы жастар музейге келіп, милли нақыстарды үйреніп, басқұрт оқып, har қилы таңауларға қатынасып, сыйлы орынларға ие болып келмекте. Музейде тазадан халқымыздың әпсанауи қызларына бағышланған бөлім ашу ниетінде экспонатлар жиналып жатыр. Бұл бөлімде Тумарис, Гүлайымнен бастап халқымыздың атаклы қызларының суретлері орын алады. Бүгін Қаресілігіміздің шарапаты мен Қарақалпақстан әсіресе мінеке нөкіс қаламыз гүлленіп, таза имаратлар салынып жатыр. Солардың ішінде Қарақалпақстан мемлекеттік өлкетану музейінің бинасы салыну
жобаға кіргізіліп, оның проектлері ісленіп, кейінгі талапқа муапық таза жаңа имарат салыну алдында тұр. Экспонатларымыздың тек арғы фонды топланған болса, солардың ішінде 400-ден аслам экспонат бұл уникал экспонат болып есептелінеді. Уникал экспонат дегеніміз бұл басқа елдерде ұшыраспай тұғын, тек Қарақалпақ халқына тән экспонатлар болып, сол халыққа өзіне тиесілі бұйымлар жиналып, бұл Қарақалпақ халқының мақтанышы болып есептелініп, қазіргі күні мінекей музей фондларында сақланып, һәм экспозициямыздың ең төргі орнын алған. Қарақалпақ хаял қызларының зергерлік бұйымлары бұл өлкедегі шебер қолы ұсталар тәрбиесіне жаратылған. Зергерлік бұйымлары тикарынан алғанда қымбат баға металлардан таярланған. Бұл бұйымлар Қарақалпақ хаял қызларының сұлулығына және де жарасылы сән беріп отырған. Халқымыз арасында жоқ болып кеткен зергерлік өнері еліміз ғаресіздігінен кейін қайта тікленіп, хаял қыздардың тағыншақтары бүгінгі заманға лайық етіп жаратылып, қаридарлары көбеймекте. Жүзіклерді һәм сырғаларды қастарының ірегілеріне қарап, жас, орта жастағы һәм үлкен жастағы хаяллар пайдаланған. Сүйрік саусағында перуза yüzік, беллері қыналған бір қысым нәзік, әр қолында алтын күміс білезік, салланып мәз кезен қызлары барды. Өлке тану музейі күннен күнге ырауажданып баратырған ғаресіз өлкеміздің өтмішін келешек әулетларға үйрететін рухи хазине болып қала береді.